Жұмыртқаның қабығы 10 жылға жасартады. Сәлем, алдыңызда пайдалы кеңес арнасы. Алдымен лайк басып, тіркеліп қоңыраушаны басуыңызды сұраймын. Жұмыртқаның қабығын қоқыс шелегіне тастамаңыз. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап, салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінде көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқала бастайды. Бұл кезде бет терісіндегі эластик, коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, келесі біріңізді қабарыңыз болмауы мүмкін. Ендеше ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі болса, оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Қоқысқа тастамаңыз. Салатқа немесе қамыр илегенде, кейде тамаққа жұмыртқаның қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай, кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап, жуып алыңыз. Егерде сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке суымен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, қабығын да қалып қойған жұғындыны да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықша секілдіні бөлігін еппен абайлап, қатты қабықтарын ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасына жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Енді кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап, құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкен күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып, ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкені, яғни бент 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң, сыртынан балғамен ұрып ұнтақтаңыз. Кәдімгі ұн секілді болып, түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып, теріге зақым келтіріп алмас үшін. Содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға немесе йогуртта болады. Бір шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып, араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды және уқалаудың, массаж жасаудың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңыз да 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіз сергіп, жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің тартылып, әдемі теріге ие болғаныңызды сезе бастайсыз. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданатын, бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен-ақ керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңіз де таңғаласыз. Менің пайдалы кеңесім сізге пайдасын беріп жатқан болса, мен өте қуаныштымын. Ал ендеше лайк басып, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.